Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Мен сізге бүгін картинканы бірнеше бөлікке бөлу туралы айтамын. Экрандағы кез келген картинканы тышқанның оң жақ батырмасын басып, изменить сөзін таңдап басамыз. Бізге экранға мынандай терезе шығады. Бұл терезенің файлды басамыз, принтерді таңдаймыз, оң жағындағы страницы дегеннің үстіне басамыз. Осы кезде бізге тағы да бір терезе пайда болады. Бұл терезеде көріп тұрғандарыңыздай төменгі бөлігінде 1-1 деген жерге сізге бұл картинка қанша бөлікте керек екенін жазасыз. 2-2, 3-3. Окейді басып, қайтадан файлды басамыз. Принтерді таңдаймыз, просмотрды басамыз. Бұл жерде жаңағы сіздің картинкаңыз неше бөлікке бөлінгені, қалай бөлінгенін көрсетеді. Осыны шығару батырмасын басып, шығарып аласыз. Канал ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз.